Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге бауыр тортын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бауырымызды ұсақтап тұрып, блендермен езіп аламыз. Блендер болмаған жағдайда қарапайым мясорубкіден өткізсеңіздер де болады. Блендермен 2-ақ минутта бауырымызды езіп алдық. Содан соң бір жұмыртқа қосамыз. Бір стакан жылы сүтімізді қосамыз. Чайный ложка тұзымызды саламыз. Массамызға 4 ас қасық ұн салып, жақсылап комок қалмайтындай етіп блендермен араластырамыз. Дайын болған массамызға 3 чайный ложка сұйық майға жібереміз. Массамыз осындай қоймалжың, қою шығады. Енді табамызды қыздырамыз. Табамызға кішкентай майға жібереміз, жақсылап қызғасын. Бір ожаудан өлшеп отырып, массамызды құйып, блинчик сияқты пісіріп аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бір сәбіз, жарты пияз және 2 чеснок болса жеткілікті. Қыздырып, жақсылап морковымызды күштен өткізіп, жуамызбен бірге қуырып аламыз. Ыдысымызға 2 тіс чесногымызды түркіден өткізіп, майонез қосып, соусымызды дайындаймыз. Және азғантай укроп қосып жібересіздер. Бауырдан тортымызды жинаймыз. Видеодағыдай бірінен кейін бірін салып, тортты жинап шығамыз. Соңында укропты сақтап тұрып, әдемілік үшін бетіне себеміз. Бауырдан тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен өте дәмді әрі әдемі болып піседі. Ас болсын, лайк басып, пікір жазып, парақшама тіркеле кетіңіздер.